Уақытта әлеуметтік маңызы бар 33 тауардың түрі қымбаттамауы тиіс. Бүгін баға тұрақтылығын бақылау мақсатында кезекті тексеруге шыққан жергілікті билік өкілдері осылай деді. Жаңа жыл қарсаңында азық-түлік құнының шарықтауы жылдағы көрініс. Сондықтан осы мәселе жіті назарға алынып, сауда орындарының иелеріне бағаны негізсіз көтермеу керектігі ескертілді. Тілшіміз Нұрлан Асқар жалғастырады. Мереке қарсаңында азық-түлік бағасының шарықтамауы тұрғындар үшін маңызды. Өңір басшылары ұйымдастырған арнайы рейд осы мақсатты көздейді. Тексеріс шаһардағы бірнеше ірі сауда орындарында жүргізіліп, кәсіп иелері жергілікті билік өкілдерін жаңа жылдан соң тауар құны көтерілмейді деп сендірді. Ал жауапты мамандар күнделікті тұтынылатын тауарларға арнайы мониторинг жасалған дейді. В принципе, социально значимые товары у нас не подорожали, цену мы держим. Нет. И вот эти предпраздничные, они не подорожают? Предпраздничные дни они не подорожают. Это что нам важно, потому что население не будоражит, чтобы оснований так только нет. Нет, магазин сам накрутку держит, получается мы от 5 до 10% максимум на социально значимые. 33 әлеуметтік тауардың бастылары тұрғындар күнделікті алатын нан, қант, сұйық май, шай, жұмыртқа және тағы басқалары. Супермаркеттегі аталған тауарлардың құнында 5-20 теңге айырмашылық бар. Мәселен, нан бағасы дәмдесе 60 теңге, дәмді себетте 55 теңге. Ал арзан сауда орнында 57 теңгені көрсетіп тұр. Қанттың ең арзаны дәмді себет дүкендер желісінде. Бір келесі 200 теңге. Дәмді супермаркетінде 20 теңгеге қымбат. Ал арзан сауда орнында бір келесі 245 теңге екен. Мұны көрген облыс әкімінің орынбасары себебін сұрады. Белгілі болғандай тауарды жеткізушілер бағаны жоғарылатып жіберген. Сондықтан аймақ атқамінерлері облыс әкімдігіне қарасты тұрақтандыру қорынан тауар алуды ұсынды. Өйткені мұндағы мақсат нарықтағы әлеуметтік тауарлардың тұрақтылығын қамтамасыз ету. Осыған сәйкес биылдың өзінде 917 миллион теңге облыс бюджетінен қаралыпты. Ірі дүкендер, торговый компаниялар дейді, осы компаниялармен келісім шартқа тұрып, нақтылап айтатын болсақ, 10 дүкенмен супермаркеттермен келісімге отырғызғанбыз. Жалпы арқылай көбейту жоспарда бар ма? Енді әрине біздің жоспарда бар, келетін болса біз арзандатылған бағамен 33 маңызы бар тауарлармен қамтамасыз етуге біздің мұршамыз жетеді. Қазір тұрақтандыру қоры шаһардағы ірілі-кішілі 10 супермаркетпен келісім шартқа отырған көрінеді. Мұнда тауардың құны тапсырыс жеткізушілер ұсынған бағадан 15%-ға төмен. Әкімшілік жанынан бізде жұмыс топ құрылған. Бүгін сол жұмыс тобы өзінің кезекті рейдін жасап жатыр. Айтып кетуіміз керек, баға бір қалыпты, баға тұрақты. Мынандай бір көтеріліп кетіп жатқан баға жоқ, жаңа өздеріңіз көрдіңіздер. Әлде бір тауарлардың түрінен қантқа байланысты бір мәселелер болды. Оны прям біз жаңа осы жұмыс топтың мүшелерімен өз шешімін тауып жатыр. Жаңа жылдың алдында негізсіз бағаны көтеріп жүруге жол бермеу керек туралы осы барлық магазиндерге ескертілді. Аталған сауда орындарының қожайындары тауар құны биылда келер жылда көтерілмейді деп сендірді. Қымбаттаған жағдайда 5%-дан аспайтындығын алға тартты. Оның өзі тауар жеткізушілердің қолында екендігін ескертті. Олай болған жағдайда алдын ала хабар берілуі тиіс. Ал бағаның тұрақтылығы өңір басшыларының бас назарында болмақ. Нұрлан Асқар, Ермек Кеншінбек, 7/7 Ньюс.